Қазақ әскерінің қатары тағы да сарбаздармен толықты. Бастапқы дайындық кезеңінен өткен гвардейск гарнизонының әскерилері ендігіде отан алдындағы борышты абыроймен өтеуге ант еткен. Гвардейск гарнизонына қарасты 15-те 632 әскери бөлімінде күні кеше салтанатты ант қабылдау рәсімі өтті. Әскери қатарына қосылған бозбалалармен қатар осынау маңызды күнге қарулы күштердің ардагерлері, интернационалист жауынгерлер мен гарнизон қолбасшылығының өкілдері де айрықша дайындалған. Аталған іс-шараға сарбаздардың ата-аналары мен туыстары да арнайы келді. Әскери қызмет табандылыққа үйретеді, қайраттылыққа үйретеді, және де осы алға қойған мақсаттар өте көп. Соның бірі осы әскери қызметте борышымды өтеу. Қоса кетейік, әскери ант қабылданғаннан кейін сарбаздарды бір апталық жауынгерлік дайындық күтіп тұр. Одан соң олар есептік мамандықтар бойынша даярлыққа кіріседі. Бір жыл ішінде отан алдындағы борышын өтеушілер бронды техника мен қару-жарақты пайдалану, қызмет көрсету және жөндеуге қатысты бағыттарды меңгермек.